Кеше ғана Марғұлан Сейсенбайдың машинасы сонау бетпақдалада жанып кете залдатты. Тура бір жыл бұрын бізде бетпақдалада болып, біздің машинамыз жанып кеткен негізі. Сол еске түсіп жатыр да. Негізі мынау жалпы көлік жүргізіп жатқан барлық жігіттерге, қыздарға айтарым, егер де бір ауылға қазір анау жайлауға барып жатады, қыдырып демалып жатады, сол кезде шөппен жүреді ғой, сол кезде байқалыңыздар, машинаның астында коллектор бар, глушитель бар, солардың астын тазалап отыру керек. Өйткені жиналған шөп, ол даже мынандай кәдімгі свежий шөп болса да, сулы шөп болса да, ол кейін құрғайды, жиналады, әсіресе шөптің басын кесіп отырса, кәдімгідей әдемі мақта болады да, қызғаннан кейін лап етіп жана қалады. Енді біз өртеп алдық, Аллаға шүкір, болар іс болды ғой енді. Оған ешқандай бір сол кезде де өкінген жоқпыз. Әлбетте енді 6,5 миллион теңге тұратын көлігіміздің кеткеніне бізде қуанған да жоқпыз. Біреулер, ойбай, бұны хайп қой сенің, адам жинау үшін, хайпават ету үшін деп елдер оған да айтты енді. Айтатын адам айта береді ғой. Жолдас баламды сұрап алған машина етін, мен соның қарызымды қайтарғам. Енді сол басқа біреудің басына түсіп кетпесін деп идея айтып отырмын. Сол үшін Марғұлан ағамыз енді біз жүрген жерлермен жүріп, осылай машинасын өртеп алмағанына біз қуандық.